Geliniz Nayman bavrum. Emniyette. Kaç Nayman? Naymanımız kişimiz Sizden? Evet. aday. Жігіттердің атына қатысты аз беріңіздер ғой. Есімі бір жігіттің Мұхтар екен. Үйленбей біраз қашып бұққан екен. Достары бір сұлуды алып қашып Мұхтардың үйіне әкеп тыққан екен. Жалынып жыласа да жібермейтін енесінің жүрегі түктақ екен. Шешетай, мен 2 рет тұрмыс құрғам деп келін төмен қарап бұққан екен. Ештеңе жоқ, тиесің үшінші деп енесі шашу алып шыққан екен. Шешетай, менің 2 балам бар деп келіні көзінің жасын сыққан екен. Ештеңе жоқ, туасың үшіншісін, қарағым құрсағыңда құт бар екен деп енесі шымылдық тұтқан екен. Шешетай, менің 2 кредитім бар деп мойындаған келін мақтақ екен. Осыны естігенде әлгі келін сабырдың туын бірден жыққан екен. Кредитің болса бізден аулақ жүр деп келінді үйден шығып қуып шыққан екен. Бәріне төзетті. Есімі бір кісінің оңғар бопты. Қамқор әке ұл қызға қорған бопты. Үлкен қызы вечерге барғысы кеп, шамасы 16-ға толған бопты. Сұранып әкесіне келіп тұрса, жоқ бармайсың, вечерде нең бар депті. Қызы, әке барсам не болады десе, алып қашып кететін ел бар депті. Сонда қызы, ой әке қорқпай-ақ қой, бәрі өзіміздің кластас балдар депті. Әкесі кластастан бәрі шығады, қарағым сен мынаны аңғар депті. Себебі анау тұрған сенің шешең кезінде кластасым болған депті. Енді тошқысын наймандырмай қойық. Есімі бір жігіттің Айдар бопты. Үйленуге көңілімді байлам бопты. Таныстырып қанша қыз әкелсе де шешесі ұнатпай-ақ қойған бопты. Мұңайып жігіт байқұс, бұл мамама ұнайтын қызды табам қайдан депті. Бір күні анасының жас күнінен аумайтын қызды көріп қайран бопты. Сол қызды анасына таныстырып, мына қыз қалай болады әйман депті. Түрі де, мінезі де сізге ұқсайды, руы да сіздікіндей Найман депті. Мамасы қуанғаннан әлгі қызға күткенім сен едің ғой айнам депті. Келінім тур өзімнің жас кезім ғой, аламыз, балам тойға сайлан депті. Осының бәрін естіп көріп тұрған әкесі, ойлан балам, ойлан.